Ассалаумағалейкум қазақ елі. Демократия үшін лайк басып қойыңыздар. Тоқаев ашуланып, Қошановтың Ринатты партиядан шығаруға себеп болатын референдум туралы жазба тарады. Соңына дейін тыңдасаңыз, жағаңызды ұстайсыз. Сіздердің ойларыңызша, осы референдум қаншалықты әділ, таза өтті және барған халықтың дауыс беруге. Шынымен де орталық референдум комиссиясы айтқандай, 63%-дан асып барды ма халық дауыс беруге. Абзал, сізден бастайық осы жолы. Мырза айта берсін. Жақсы. Жігіттер, бұл да жаңалық емес. Мен өзім бірнеше сайлауда бақылаушыдан да 2004 жылы үгіт насихатшыдан бастап бақылаушылыққа келдім. Егер сіздер менің жалпы берген интервьюларымды басқасын қадағалап отырсаңыздар, мен үнемі айтамын, мен соңғы көрген әділетті сайлауым бұл 2004 жылы болды. Сосын оның сырын іздедім, неден екенін қазір мына жаққа келгенде түсініп жатырмын. Бұл жаңағы бір мекеме басшысы болады, сол жаңағы сайлау учаскесінің төрағасы болып сайланады. Сол өзінің жұмысын көрсетуге барын салады. Неғұрлым көп менің участогымде осындай нәтиже болды десе, ол ойлайды, менің қызметім өседі, мен жақсы жағынан көрінемін деп. Сол үшін жаңағыдай жанталастар болады. Біз оны еш жасырған емеспіз. Тіпті өзіміз сайлауға түскен сайлауда да 22 жылы журналистер сұрақ қойғанда айттым. Осының барлығын қадағалап зерттесін тиісті органдар, сайлау комиссиясынан бастап. Мен өз басым бұның 20%-ға толмаса 25 қылып жіберуін, болмаса басқасын халықтың салғырттығынан деп ойлаймын. Егер 12 миллионнан астам сайлаушы бар ғой қазір бізде, солардың барлығы барып табандылық танытып, сол жерде өз қолымен дауыс беретін болса, олардың дауысын ешкім ұрлай алмайтын еді. Ешкім ұрлай алмайтын еді. Өйткені халықтың толқуынан қорқатын еді. Ал ешкім бармаған соң, өзі жоқтың көзі жоқ. Неше түрлі көріп жатырмыз ғой, мен бір досыма 25 жыл бұрын қайтыс болған әкесіне шақыртып жіберіпті тіпті. Референдумға келіңіз деп. Менің референдум жайлы ойым осы. Егер бұны түзеткіміз келсе, онда біз бүкіл мемлекет болып, бүкіл халық болып белсенділік танытуымыз керек, ол басқа жол жоқ. Бірақ тәуелсіз бақылаушы болып жұмыс істеуге мүмкіндік бермей отыр деп ойламайсыз ба? Соны бақылауға, сол үшін учаскелерден шығарып жібереді деген сияқты. Сырттан қаржы алатын ұйымдарға кедергі жасайды, мемлекетке тәуелсіз ұйымдарға, НПО дейді ғой, үкіметтік емес ұйымдарға кедергі жасайды. Бұл жерде бір халықты кінәлай салу, бұл оңай жауап таба салу емес пе? Билік, неге билік? Өзі ішінде сіз мысал үшін билік партиясындасыз ғой қазір. Неге онда өздері ұйымдастырған, өздері өткізіп жатқан дүниені әділ өткізбейді? Неге халыққа сілтеп отырсыз деген ғой? Жоқ, мен халыққа сілтеп отырғаным емес, халықтың салғырттығына сілтеп отырмын. Түсінесіз ба? Жаңа неге екенін де түсіндірдім. Ешкім аманат партиясынан бұйрық бермейді, сендер мұнша пайыз бізге жинап беріңдер, не болмаса былай болсын деп. Бұл жергілікті отырған шолақ белсенділер, олар да халықтың құрамында. Сіздердің естеріңізге сала кетейін. Солардың нәтижесіздігінен енді тәуелсіз бақылаушыларға керек. 2019 жылғы сайлауда 5000 тәуелсіз бақылаушылардың басын қосқан Белла ханым мен Арайлым болды Назарова. Олар оқытты, дайындады солардың бәрін. Осы референдумда кім ондаймен айналысты? Ешкім айналысқан жоқ. Жаңа ғана Азаттықтың 1 сағаттық материалын көре түскі уақытта бір уақытын болғанда көріп бастадым. 20 минуттайын көрдім, сонда айтып отыр, бақылаушыларды көрсетіп, бақылаушылар өздерінің қайдан келген, не үшін отырғандарын білмейтін жерде. Оңай емес. Әділетсіздікпен күресу, қолында пәрмені бар топтармен күресу, ол қашанда оңай болмаған. Бірақ соның жолын табу керек болды. Түсінікті. Абзал мырза. Енді референдум әділ өтпегенін бүкіл ел біледі. Өйткені референдумды өткізгендер бұрынғылар, референдумда комиссия мүшесі болған бұрынғы мектеп директорлары, мектеп мұғалімдері және жүйе дәл солай, ештеңе өзгерген жоқ. Ринат Зайытов парламентке барғаннан кейін ештеңе өзгерген жоқ. Өйткені ешқандай да жаңа қазақтан жоқ екенін бәріміз көріп отырмыз. Сол себепті референдумға барып бақылаушы болам дегендерді, бақылаушы болып тұрғандарды полицияның түрлі себептермен, арандатушылардың көмегімен,
полиция басқармасына алып келіп жатқандықтарын көрдік, естідік, білдік. Одан бөлек оған дейін де халыққа мүмкіндік берілген жоқ. Яғни қарсы адамдар. Егер референдум әділ өткеніне сенуге болатын еді. Егер шынымен де еркіндік берілген кезде, тегін мүмкіндік берілген кезде азаматтарды ұстап, қамап, жастарына қарамастан айыппұл салып, елді әбігерге салмағанда, және мына соңғы уақытқа дейін білетін болсаңыздар, жаңа сіз айтқан Белла жазып кетті, Белла Қасымқызы қазір, Белла Орынбетова. Референдумға дейін тәуелсіз институттарға, мынау алдын ала зерттеу жүргізу үшін, халықтың пікірін жүргізу үшін, соларға аккредитация берілмеген. Бірақ қараңыз, тек қана билікке тиесілі, билікке жақын, тіпті Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы зерттеулер институтына сондай дәрежеге берген, олар алдын ала сондай жобасын шығарды, 70% қолдайды, 76% қолдайды деп. Бірақ тәуелсіз ұйымдарға ондай мүмкіндік берілген жоқ. Яғни әуел бастан референдумға дайындық басталғаннан бастап заңсыздықтар орын алды. Соңына дейін, кешеге дейін сайлау комиссиясындағы жағдайларды көрдік. Сол себепті бұл жерде ешқандай әділдік болған жоқ. Ринат мырза, сіз жалпы осы жақында жаңағы президент Тоқаевтың қатысуымен өткен жиында сөз сөйледіңіз ғой, әлеуметтік желіде тарады. Бұл жерде сіз еститін үкімет туралы айттыңыз. Бұрын енді менің қазір осы бағдарламаға дайындалған кездегі түйген, сіздің айтқан мәлімдемеңізде түйгенім, сіз бұрын алаңдарда айтылған сөз қазір мәжілісте айтылып жатыр деген тезистер айттыңыз да, еститін үкімет деп. Жалпы осыған дейін де айтылды ғой, АЭС-ті сынаған азаматтар қамалып жатыр деп. Сіз өзіңіз де оны жоққа шығарған жоқсыз, түсініксіз жағдайда азаматтар қамалып жатыр деп. Сіз шынымен де еститін үкімет жұмыс істеп тұр, мәжілістен осындай бұрын алаңда айтылған нәрселер мәжілісте айтылып жатыр деп, шынымен де солай есептейсіз ба? Иә. Мәжілісте не айтылмай жатыр, айтыңыздаршы. Неге ондай ой түйдіңіз? Қазір мысалы үшін сол дүниелер қамалып жатыр дедік қой адамдар. Бірақ солардың үні естіліп жатыр ма мәжілісте? Есдәулет мырза, мен қайталап айтамын. Мәжіліс депутаты біреуден естігенін мәселе көтере алмайды. Оның негіздемесі болу керек. Міне мынандай кәдімгідей арызы бар, күнделікті бізге келіп түсетін. Айтып отырмын, Абзал мырзаға да айтып отырмын. Жазып жіберіңіздер, көтермесек сонан кейін күштен алаңыздар. Ал бізге кез келген тақырыпты біз көтеріп отырмыз. Ол мәжіліске қатысты. Ал үкімет, еститін үкімет шынымен де халықтың талабын, үнін ести алып жатыр ма қазір? Естейді, бірақ тыңдамайды. Естейді, бірақ тыңдамайды. Ол үшін біз мына жақтан қолымыздан келген бар әрекет жасап жатырмыз. Және мен қазір бір талай мысал айтып бере аламын, бірақ оған көре уақыт созғым келмей отыр. Себебі 1 сағаттан асты. Мен таңертеңнен бері жұмыста отырмын. Енді бір ұсынысым 3 минуттан алып, негізгі айтатынымызды айтып, сонымен тарассақ. Тіпті ішімізге сыймай жатқан нәрсе болса, тағы да бір жол қояйық.